Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде 3-ші сабақ дәрігерде. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Ауырады, болит, емдейді, лечит, тісіңді көрсет, покажи зубы, жөтел, кашель. Бірінші тапсырма. Тыңда, сұрақтарға жауап бер. Послушай и ответь на вопросы. Мақсаттың тісі ауырып отыр. Ол тіс дәрігеріне баруы керек. У Мақсата болит зуб. Он должен сходить к зубному врачу. Ол дәрігерге келді. Он пришел к врачу. Дәрігер тісін емдеді. Врач вылечил его зуб. Теперь давайте ответим на вопросы. Сұрақтарға жауап берейік. Бұл кім? Суреттегі, бірінші суреттегі, на картинке бұл кім? Бұл Мақсат. Ол не істеп отыр? Что он делает? Мақсаттың тісі ауырып отыр. Ол кімге бару керек? Ол тіс дәрігеріне бару керек. Теперь смотрим на вторую картинку. Екінші суретке қараймыз. Бұл кім? Бұл дәрігер. Ол не істеді? Дәрігер тісін емдеді. Екінші тапсырма. Второе задание. Оқы, сыныптасыңмен сөйлес. Прочитай диалог. Сенің қай жерің ауырады? Менің тамағым ауырады. Где у тебя болит? У меня горло болит. Жөтел бар ма? Есть кашель? Я бар. Аузыңды аш. Кел көрейін. Открой рот, давай посмотрю. Саған мына дәрілерді ішу керек. Тебе надо выпить вот эти лекарства. Үшінші тапсырма, третье задание. Суреттерге қара, біліп ал, сұрақтарға жауап бер. Посмотри на картинки и запомни. Ответь на вопросы. Ал енді суретке қарайық. Бірінші суретте дұрыс, екінші суретте дұрыс емес. Неге дұрыс емес деп ойлайсың? Почему ты считаешь, что первая картинка правильна, а вторая картинка неправильна? Сен тісіңді қалай күтесің? Как ты ухаживаешь за зубами? Төртінші тапсырма. Четвертое задание. Тірек сөздерді қолданып, сөйлемдер құрап жаз. Используя ключевые опорные слова, составь предложение. Тірек сөздер, ключевые слова. Дәрігер, көз, ауырады, емдейді. Например, Әлібектің көзі ауырады. Я использовала два слова «көз» и «ауырады». Вы тоже можете использовать несколько слов в одном предложении. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал и поставь лайк. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.